Онда үйдегілердің жай оқитын болсаң, үйдегілердің тамақтарын бер, бүкіл қызметтерін жаса, соның бәрі ұйықтағаннан кейін асықпай оқып ал, сол жақсы болады. 3 күн айт біткеннен кейін қарыздан құтылу керек қой, я. Намазды іштей оқысам, ұмытып қалам, дауыстап оқуға бола ма дейді. Дауыстап оқу деген сөз сыбырлап оқисың. 2 кассета бар үйде, Құран, мен соны естеймін, тұра берсін, кейін тастарсың, тұра берсін. Намаз оқып жүріп, бір себептермен оқымай кетсең не болады? Күнә болады. Сол себептердің басыңа бәле болып қалуы мүмкін. Ұста, жасырын неке туралы айтыңызшы, дұрыс па, қайырлы бола ма, жоқ ондай нәрсе. Тараух намазда мен тура соны уақытында, тарауқты кейін оқып жүрміз, тарауқтың уақытында менде тікелей эфирім болып тұр. Намазды жұмыста кезде отырып оқуға бола ма? Не үшін? Себеп болу керек. Отырып оқу үшін себеп болса ғана оқылады. Намаз оқимын, бірақ тахаджуд наказаниесінес. Өзіммен өзім алып арысып жатырмын, ойлар мазалап. Алланы еске алсаңыз жақсырақ болады. Алланы еске алсаңыз бұны басады. Зікір қылып жүріңіз, субханалла, алхамдулилля, тәсбih тартып жүріп. Тарауих оқылмай қалса бір күн қалай болады? Кеткен болады, ештеңе оқылмайды орнына. Шәуәл оразасы мен қарыз күндерді біріктіріп ұстазып есептеліне ме, әлде бөлек ұстау керек? Екеуін бірге ұсталады. Екеуін бірге ұсталды деген сөз, кәттәсін ұстағанда кішкене астына кіріп береді. Зордан зор шықса, зор ішіне кіреді деген сөз бар. Яғни сіз айттан кейін қаза ораза ұстайсыз, ниетті қаза деп айтасыз. Сол кезде автоматты түрде кішкентай бар ғой, бопаши бар ғой, бопаши. Сол бопаши мынан астына кіріп кетеді сені шәуәлің. Өйткені мынау қарыз тұр. Кейбіреулер бірінші 6 күн ұста деп жүр. Жоқ, 6 күн ұстайсың, бірақ 6 күнді қаза деп ұста. Сонда шәуәл ол кішкентай бопаши мынан астына кіріп кетеді, сонымен бұлай болады. Бұлай. Сол кезде мынандай болады сіздерге. Намазда көлікте оқуға тура келеді, ол дұрыс па? Қаза қылғым келмейді. Көлікте не үшін оқисыз? Көлікте оқуға болмайды. Шығып оқуға мүмкіншілік болған кезде көлікте оқуға болмайды. Көліктің мына руль бар, о руль. Рульдің мына жағында поворотник деген болады. Сол поворотник жағасында жолың кармашкаға тоқтайсың да, тез жай намазды түсіп, тез оқып аласың. Намазда Фатиха мен Ихлас сүресін оқысам бола ма? Болады. Қарыз оразаңды айттан кейін бір күн өткесін ұстасам бола ма? Болады жан. Ақтөбеде ЧС адамдар, дұға қылып атырмыз оған, қазір соңында тағы дұға қыламыз, ел болып 10 мың адам. Қарыз оқығым, намаз оқығым келеді, күйеуім жоқ дейді. Мен өзім күйеуімсіз намазға келуіме бола ма? Болады. Тұра бер. Күйеуің қатты тиісіп атса көрсетпей тез оқып ал. Әйел адамға алыс жолға шыққанда көлікте оқуға болады ма? Мен бұлай жауап берейінші сіздерге. Туалетке көлікте шықсаң, онда көлікте оқуға тура келеді. Даже туалетке бара алмасаң, боран, су, су басқан жерлерде автобустар бәрі судың ішін кешіп келе жатыр ғой, сондай бұл кезде машина ішінде оқи бересіздер. 2 күн қонаққа басқа ауылға кетсе, үйіне оралғанша сапар оқу керек деген қаншалықты дұрыс? Баратын ауылың 90 километрден асу керек. Таксиде келе жатып оқысан бола ма дейді. Таксиде тоқта дейсің. Тоқтамайым десе құсам дейсің қазір. Сол кезде тоқтайды, сразу оқып аласың. Ол құстырмайды. Аяқ қол қақсап кетеді кейде. Сол кезде отырып оқысам бола ма? Болады. Қатты ауырып тұра алмай кетсең болады. Аузыма түкірік жинала береді. Жұтсам оразам бұзыла ма? Айтыңызшы дейді. Любимая мама дейді. Қазақстанда тұрсаңыз, Қазақстанда сілекейін жұтпай жүрген сіз қапсыз. Жұта беріңіз. Ораза бұзылмайды. Қалған енді 15-16 күн жұтпапсыз, енді 17-18 күн, 13-14 күн жұта беріңіз. Асқазанға зон жұтамын, ораза бұзбайды ма? Жоқ. Кеше түнде жоғалтып алға, кішкене ауырып қалдым.
Ертең жұма намазы өзіңіз өткізбе, уже ертең емес, бүгін деген сөз. Күйеусіз әйел анасы мен, иншалла өзім өткізем, күйеусіз анасы мен әйел адам қажылыққа бара алады ма? Енді апарып жатқан фирмалар бар, бірақ біздің компаниялар, ірі компаниялар, әрі арлы, намысты, Құдайдан қорққан компаниялар апармайды. Аренда магазиніміз бар, арендада зекетті қалай есептеп береміз? Алтының құнынан арендадан түскен ақшаға бересіз. 2,5%. Наркоз жасаса ораза бұзыла ма? Наркоз ба? Наркоздан бұзылмайды. Наркоздан бұзылмайды. Өті жоқтар ораза ұстаса бола ма? Өті жоқ менің көкелерім ұстап жүр. Бірақ адамның өзіне байланысты. Өті жоқ адам өзін күтіп, диетасын ұстап, дұрыс тамақ ішіп жүрген болса, осының алдында ол спокойно ұстап кете береді. Ал енді сабырлы адам болса, енді мынандай ұшқалақ болса қыстау қиындау. Күйеу бала қайын жұртта Құран оқуға болады ма? Күйеудің батасы жүрмейді деген принциптер бар дейді. Бұл сәл қиғай теріс айтылған сөз. Күйеу бала келінді жау көрген жақтан туындаған сөз. Әрі күйеу бала өз баласы да емес, бөтен де емес. Мысалы, мен сіздерге түсіндіріп берейін осы күйеу бала туралы мәселенің қайдан шығатынын. Бір әулетте бір үлкен кісі қайтыс болса, сол қайтыс болған кезде, қайтыс болған адамның жаназасы болған күні, жаңағы кісіні бүкіл ауылдың, үйдің ер азаматы, бала шағасы, ер атаулының бәрі зиратқа жерлеуге алып кетеді, көтеріп машинамен. Сол кезде үйге кешігіп келетін бар. Үйде келген қалған әйелдер бар. Сол әйелдерге қызмет жасап, столдарын қойып, тамақтарын беріп, немесе жаңа күтіп алып шығарып салуға, өз баласы қабірге бармай қалса, зират қылса, ұят емес пе? Ұят. Бауыр бармай қалмаса, ұят емес пе? Ұят. Кім қалу керек үйде? Сол кезде күйеу баланы қалдыратын дәстүр бар. Күйеу бала сол жаңағы мәйіт жуған бөлмені жуып тазалап, әйелдер енді құлап талып жатыр бәрі, ойбай, мамам өлді, ойбай, папам өлді деп. Күйеу бала кішкене серьезный адам, есті жинап, әйелін успокойтып, әйелдерді успокойтып, отырғызып, жаңа жуған бөлме тар болса үй, Құран оқитынға дайындатқызып, өзі жуып тазалап, сөйтіп тазалап қояды. Содан шыққан бұл дәстүр. Күйеу бала жуу керек, күйеу бала жуу керек, күйеу бала қабірге бармайды деген сөздің бәрі, күйеу бала Құран оқымайды деген сөздің бәрі надан сөз. Оларды қою керек ондай сөзді. Күйеу баланы сіздер төмен бассаңыздар, ертең күйеу бала тарапы сенің келініңнің бычытын шығарады. Сол саған керек па? Келінің жау, келінге осы бар ғой, чиновниктер отыр ғой, мына жерде біразын көріп отырмын. Аттарын айтпай қояйын. Сол депутат, чиновниктер бізде ең кедей адам. Атында ештеңке жоқ. Бұлардың анау несін айтайын мен сіздерге, не дейді анау? Декларациясы. Декларациясын қарасаң, көбінің ештеңкесі жоқ, жағдай жоқ. Барлық әйелдердің атында, енесінің атында, төсжан атында. Сол егер әйелдердің атына жазбайды көбі қазір. Ол амал жоқ, ана чиновник болып жазады. Егер жай адам болсаң, жазбайсың. Неге? Өйткені мамаң бала кезінен үйреткен. Қатын дұшпан, қатын дұшпан, қатын дұшпан деп үйреткен. Сол әйелдің атына амалдың жоғынан жазбаса, ешкім жазбайды. Бауырына жазады, інісіне жазады. Біздің кейбір әйелдер өліп кетсе, ана дүниеге таза кетеді. Вообще артында даже жоқ. Спокойно кете берсең болады. Артында ештеңе жоқ. Не машинаны жазбайды саған, не үйді жазбайды саған. Солай дұшпан көреді да. Солай көп әйелдер. Мамалар сөйтіп үйретеді. Әйелге сенбе, қойныңдағы қатыныңа сенбе деп үйреткеннен кейін, анау жау көреді де, бүйтіп жау көреді. Солай, бұл дұрыс нәрсе емес. Сол үшін ертең өзің сондай шеттеліп қалмай десең, келінді де, күйеу баланы да шеттетпеңіздер. Ұстаз, дәретті сәресінің алдында, немесе сәресіне ішіп болған соң алған дұрыс. Біреулер тамақ ішетін десе дәрет бұзылды деп айтып жатады. Тамақ ішкенде дәрет бұзылмайды. Тамақ ішкенде қашан дәрет бұзылады? Жеп тоқтай алмай қарның жарылып кетсе, сол кезде дәрет бұзылады. Жас балада өтінде тас бар, ораза ұстаса бола ма? Дәрігермен кеңесіңіздер, толық дәрет алып жатқанда түкірігіне беремін, бет қолды жуып болғанша дейді. Енді түкіре берсең, суған жаған ағыз жібер. Жаңа дәрет алып болғаннан кейін, анау
раковинаны, дәрет алған жерін дұрыстап ағызып, сүртіп. Мен бір ақсақалды көрдім, Кавказдың ақсақалы, самолетте бірге ұшып барамыз. Сол кісі намаз оқитын болдық, Кавказдан келеді, Дагестаннан. Туалетке кіріп самолеттің, жоқ, бір уақыттан кейін есік ашылып еңкейіп, дәрет алған аяғын бәрін сүртіп, тазалап, раковинаны сүртіп шықты. Қашан сөйтіп едіңіздер өзі? Ойлап көрші. Міне тәртіп, міне әдеп. Балаларға соны үйрету керек. Ана тұрып дәрет сындыратындар, городскойлар, сондай балаларға ана пластмасты көтерді, стульчак дейді орысша. Соны көтерсін бірінші, содан үйретіңіздер. Тұрып шаптырған кезде анау жаңағы маңайының барлығын ағызып бытшын шығарады. Ертең соның үстіне дәрет, намаз оқитын біреу, немесе басқа біреу өтсе, не үшін қияметте ең көп азап неден болады, білесіздер ме? Осы дәреттен болады. Яғни көрінген нәжісті басқаннан болады. Осыған үйретіңіздер. Сонда ахуалың былай болады, содан кейін былай болады. Осылай болады. Ер адам келіншегіне намаз оқытып, өзі оқымаса бола ма? Қаншалықты дұрыс? Әйеліңе тамақ жеуге беріп, өзің жемесең не болады? Өліп қаласың? Сол сияқты болады. Күйеуім ауырып, аузын ашып жіберді, күнә емес пе дейді? Жоқ. Менің 10 жас ұлым айтады, ер адам отырып дәрет сындыру керек дейді. Дұрыс айтады. Дұрыс айтады. Сонда шашырамайды. Дұрыс, солай үйретіңіздер. Қадір түні дейді, етек кірім келіп қалса не істейміз дейді. Ай Алла, қатырастарсыздар осы. Енді ақылдасып көріңіз енді келмесін. Келіп атса енді той жасап күтіп аласың, не істейсің енді. Ештеңе етпейді, қадір түн келе береді. Қадір түнде не, ол кезде дұға қылуға болмай ма? Болады. Қолыңызды жайып, отыра бересіз, дұға қылып болды. Ештеңе етпейді. Намаз оқымайсыз көп болса. Динара ұстазымыз күліп жатыр. Астана қаласы Ауызбектіңіздер, иә? Етін уақыты болды, кішкене таң намазды бір кіргізіп барып оқиық. Мен кеше бір тақырыпты айтқан едім сіздерге. Ол ашу туралы еді. Ашу дұшпан ақыл дос, ақылыңа ақыл қос деп айтқан едік. Соның бір екі негізгі пункттарын айтып, сонымен таңға дәрісімізді Құдай қаласа аяқтасақ деген ой бар. Ассалаумағалейкум аға, ауырып қалып ауыз бекітіп жатқан жоқсыз ба дейді. Жоқ дейді. Оң жақта мұртыңыз бен сақалыңыз келіспей қалған жоқ па дейді. Оң жақта не жоқ па? Не жоқ па? Жоқ, нормально. Жарысқа бара жатырмыз, сапарға ораза ашсам бола ма? Сапар ұзақ болса ашсам болады. 5 уақыт намаз оқимын, бірақ мағынасын түсінбей оқимын. Қабыл боламын, қабыл болады. Қыздарға қатысты сұрақтар оқымаңызшы дейді. Оқымайын, бірақ қана кейбіреуге қажет болған ол. Мен ана терең жағын емес, бергі жағын айтып жатырмын ғой. Кейде өздеріңізді көріп жатсыздар. Енді бұл халқымыздың деңгейі. Енді былай біліңіздер, енді сәпсем ыңғайсыз сұрақтарды өзімді оқымауға тырысам, бірақ енді шама жеткенше мына бізде үлкен кісілер отыр. Ана Оразкүл Асанғазы анамыз отыр, менің де анам өзі туған анам отырады, әкем отырады осы неде аккаунтта, бала шағам көреді. Сол кезде кейде өзімнен ыңғайсызданамын енді кейбір сұрақтарға. Бірақ өз балаңызды отыруы мүмкін. Менің балам, ладно, өз балаңызды көріп отыруы мүмкін, басқа аккаунтпен абайлаңыздар. Кішкене байқап қойыңыз. Егер сізге керек болса айтып беремін. Ол мәселе жоқ ода. Ол нәрседе ұят болмайды дейді халқымызда, бірақ бар нәрсе болса айтып беремін. 18 жаста бала, ата-анасы рұқсат бермесе намаз оқуға ойыңыз дейді. Ерегістіріп оқымау керек. Ерегіспеу керек. Оқу керек, бірақ ерегістірмей дұрыстап түсіндіріп айту керек. Дұғаны көзді жұмып оқыса бола ма? Жақсы емес көз жұмған. Жақсы емес. Нақтылап жіберіңізші, 250 километр жол жүрсе, 2 күнге қонаққа кетсе, үйіне қайтқанша сапар намаз оқи ма сонда? Я,
Үйден шығып кетеді ғой, үй, ауылыңыз, қалаңыз көрінбей қалады, сол моменттен басталады. Сол жаққа барасыз 2 күн, жолда сапар оқисыз, сол жақта сапар оқисыз, қайтып келе жатқанша ауылыңызға кіргенше қалаңызға сапар оқисыз. Енді сапар қалай оқылады? 4-тің бәрін 2-ге түсіресіз, парыздарды ғана. Сүннетті полный комплект оқисыз, 2-ге тиіспейсіз, үтір уәжіпке тиіспейсіз, және ақшамға тиіспейсіз, сол күйде қалады. Сізді тыңдап отырып дұға жасамаппын, уақыт өтіп кетті, оразам санала ма дейді. Конкретный саналады. Әбетке дейін айтсаңыз болады. Дауысыңыз 2 түрлі болса, менікі емес, мына компьютерден ба, инстаграмнан ба, соны түсінем бі не деген. Ұстаз, жүрегімде ақау бар, сусыз дәрі бола ма? Қазіргі ғалымдар соңғылардың ішінде тілдің астына қойылатын, яки болмаса жұтылмайтын дәрілер бар. Жұтылмайтын дәрілер, солар бұзбайды деген үкім беріп жатыр. Бірақ жалпы дәрілерді бізде қазір соңғы нелер бөліп қарамайды, дәрі деп қарайды, әлі ішін талдаған жоқ, сондықтан болмайды деп айтамыз. Егер сізде ондай кесел болса, онда ораза ұстай алмай қаласыз. Муж не хочет в паломничество, в хадж, он коммунист. Ждать, а если никогда не захочет, то это будет судьба. Вы знаете, женщинам быть в подчинении, в угождении своего мужа, это превыше любого хаджа, превыше любой умры. Кем бы ни был ваш муж, почитание и подчинение, это является наивысшей, после поклонения Аллаху является благим делом. Если женщина без разрешения мужа поедет в хадж, либо в умру, она заработает грех, и это поклонение, паломничество не будет принято. Первое. Второе. Мне очень не по себе, когда наши мусульмане, женщины, плохо отзываются о своих мужьях. При этом сами проводят свою жизнь за одним столом, в одном доме живут. Вам самой не противно, когда вы говорите, плохо отзываетесь о вашем супруге? Это второе. И третье. Женщина заработает больше блага от одной только стирки рубахи мужа. Вот запомните эти слова. Просто постирать рубашку мужа – это превыше вашей умры. Астанада қай мешітте имамсыз жұмада сізді көруге мүмкіндік бола ма? Болады еді өледі. Астана қаласындағы Рыскелді мешітінің бас имамымын. Жолдасым қарсы болса да ораза ұстадым, дұрыс емес пе дейді. Парызға бұл жерде мәселе былай. Қарсы болудың бұл жерде нәпіл мәселесі бар, яғни қосымша бұл оразаны ұстайсыздар. Бірақ ораза ұстағаннан кейін күйеуге былай мен бұл жердегі теріс қарап, күйеуді менсінбей, бүйтіп өзінен жоғары қойып, сен енді анау емессің деп, оны төмен түсіріп, соған айтылған сөз. Жақсы. Бұл туралы күнде айтып жатырмыз. Ашу туралы айтқанбыз. Ашу түсінде пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям бізді бір нәрседен қайтарды. Негізі ашу неменесімен қауіпті? Ашу туралы айттық, азап деп айтылады. Азап, ашу несімен азапты қиын? Өйткені адам аузына ие бола алмайды. Ашуланған кезде қаншама еркек адамдар әйеліне талақ беріп алады да, соң молдан жанын қинап, патуа бөлім жанын қинап, мен талақ беріп қойдым, ашуланып беріп қойдым, ойланбай беріп қойдым деген уәждерді алға тартады. Бұл бір. Түрмеге түсіп қалғаннан кейін біреуді ұрып өлтіріп, неден өлтірдің десе, ашуланып ұрдым дейді. Сот сіздің ашуыңызға қарамайды. Ашуың бар ма, жындысың ба, қояншықсың ба, нервныйсың ба, сотқа бәрібір алады да 18 жылға, 15 жылға соттайды да жібереді. Сондықтан ашу дұшпан, ақыл дос, ақыл қос дей келе, пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям намазға шықты. Намазға шығайын деп дәрет алып шығып бара жатыр еді, әйелі Айша анамыз ерке қыз еді, білесіздер, шапаны етегіне жабысты. Бармай қойыңызшы, кішкене отыра тұрыңызшы деп, бүйтіп ұстай берді. Содан бүйтіп пайғамбарымыз тартып еді, етегін ұстады. Етегін ұстап тұрмады, жібермей қойды. Сонда пайғамбарымыз намаз уақыты, елдің бәрі күтіп қалды. Сол кезде қолың кесілгір деген бағанада сөз айтты. Қолың кесілгір деп. Сол кезде кім қайтты қорқып кетті. Енді пайғамбардың қарғысы қандай дүние? Ауыр дүние. Содан
пайғамбар саллаллаху алейхи намазға барып қайтып келсе, Айша анамыз қатты қорқып дірілдеп отыр екен. Өйткені пайғамбардың аузынан шыққан сөз сөзсіз қабыл. Бірақ пайғамбарымыз келді де әйелін успокоить етіп не айтты? Пайғамбардың қарғысы, ұрысы ол түзелу туралы, адамды жақсылыққа бет бұру туралы айтылады. Енді біздің аналарымыз да балаларға ит, шошқа деген сияқты жаман сөздер айтқан. Бірақ оның түбінде махаббат, мейірім бар. Десе де ол сөзді айтқан жақсы емес сіз бен бізге. Сондықтан періштелер жазып отырады. Білесіздер ғой, Құранда аят келеді. Адамның аузынан не шықса жазушы дайын тұр дейді. Атид, жазушылар дайын тұр дейді. Қазір шыққан тіркейді дейді. Сондықтан мал мүйізден байланады, адам тілден байланады. Шама келгенше тілге ие болған адам екі дүниеде бақытты болады. Балықтың өзі аузын ашпаса қармаққа түспейді. Сондықтан шама келгенше тілге ие болған адам ашуына да ие болады. Көп адам айтады ғой, ашуыма ие боламайын дейді. Ашуға ие болдың ең жақсы жолы тілге ие болсаң, ашу өздігінен басылады. Ары қарай кеттік. Енді кімде-кім аузынан сондай қарғыс сөз шығып кеткен болса, аузынан сондай қарғыс сөз шығып кеткеніңіз, артынан бірден истихфар айтыңыздар. Астағфирулла, астағфирулла, астағфирулла деп, егер ортада біреу ренжісе, онда соның кешірім сұраңыздар. Содан кешірім сұраңыздар. И одан кешірім сұрасын. Сол жақсы болады. Ары қарай, ашу үстінде дұға жасамаңыздар. Кейбіреулер ашу үстінде дұға жасайтыны бар. Жынданып тұрып, аузың бүйтіп қалсын, денең бүйтіп қалсын, бәленде бүйтіп, тіпті кейбіреу қол жайып алатындар бар. Ей Алла, мені осыдан құтқаршы. Ей Алла, маған осыны бүйтші. Ей Алла, сөйтші. Ең нақұрыстық нәрсе. Ашу үстінде ешқашан дұға жасамаңыздар. Ашуланып отырған адам пәтуа бермейді шариғат бойынша. Қатты қуанып отырған адамнан да мәселе сұрамайды. Егер сіз молдадан бір нәрсе сұрағанда, молда күліп деп отырса, одан шариғат сұрамаңыздар. Неге? Ол сол моментте адасып кетуі ықтимал. Сол үшін ғұламалар айтады, шариғат айтатын адам қатты күлкіде болмау керек, қатты қайғыда болмау керек. Соның екеуінің ортасын ұстағанда ғана бұның үкімі дұрыс шығады деп айтады. Құдды сол сияқты, сіз қатты ашуланып отырған кезде дұға қылмаңыздар ешқашан. Ешқашан ашуланғанда дұға қылмаңыздар. Тек қана өзіңізге дұғаңыз, я Алла сабыр бер, я Алла сабыр бер деп, осы дұға өтіп тұрады. Ал енді ана адам сені ренжіткен кезде дұға болсан, салату дауату мустажаба, үш адамның тілегі қабыл болады. Ла шакку фихинна, күмәндарыңыз болмасын, дауатун мазлум, зұлымдықта қалып, қайғыда қалып, ей Құдайым, осындай халға қалдырдың мені, осыны қалдырған бәлен болсын десең, мәселесі бітеді оның. Сондықтан бұл жақсы нәрсе емес. Екіншісі ата-ана, үшіншісі сапардағы адам. Сол үшін айтпақ болғаным, ардақтылар, ашуды басуға тырысу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ашуды шайтанға теңеген. Шын мәнінде қызарып, бетіміз қызарып, көзіміз албыртып, осындай ахуалға кетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, ашуланды дедік. Бір күні Муаз ибн Жабал деген сахаба намаз ұзақ оқыды, имамдыққа шықты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам артынан тұрды да ұзақ оқыды. Енді оқығанда ұзағынан кетті. Ұзын аяттар оқығанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Муазға келіп тұрып, сен бұзғыншысың ба? Сен неге бұзып жатсың дегенде ашу келді деп айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам христиандардың тескерісін істеңдер деді. Христиандар мысалы айтайық, шашын өсірсе, біз шашты қысқартамыз. Олар мұртын өсірсе, біз мұртты аламыз, аузға түсірмейміз. Осындай теріс жасаңдар деді. Олар өлікті табытты көтеріп жай жүрсе, біз тез жүреміз. Жүгіру деген сөз емес, бірақ жүгірілмейді. Әйтеуір жылдамдап жүреміз деген сөз. Яғни соларға сәл басқаша іс көрсетеміз. Сол кезде осыны айтқан кезде бір сахаба тұрып бүйтті. О Алланың елшісі, христиандарға, яхуди еврейлерге қарама-қарсы істесек, олар әйелдердің таза емес кезінде қосылмайды, онда біз қосыла берейік па деді ғой. Сол кезде пайғамбарымыздың қатты ашуы келді дейді. Тамырлары адырайып кетті дейді. Сол кезде әлгі сахабалар радиту биллахи раббан ва бил ислами динан ва би Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллам набиян. Ей Алла, Алла кешір, Аллах тағала кешір, біз разымыз, Алламызға разымыз, біз разымыз, пайғамбарымызға разымыз, біз дінімізге разымыз деп өздерін тәубаға келді дейді. Сондықтан адам ашуланады, ашулану біздің табиғатымыз бар. Сондықтан пайғамбарымызға біреу келіп, маған насихат үйретіңіз, маған тура жол үйретіңіз деген кезде 3 реттен 3 рет ашуланба деп берді. Қандай қиыншылықта қалсаңыз да ашуды ие болсаңыз, бұл ашудың күні өтеді. Бұл проблемадан құтыласыз. Бұл нәрсені жеңіл өткізесіз. Біріншіден болатын нәрсе болды. Бақырсаң да болды, шыңғырсаң да болды. Бір дана бір әжені көріп едім. Баласы шалы қайтыс болып, балалары қыздар талып құлап жатқан кезде сап-сауада өліп қалды. Сол кезде ішке кіріп айтқан сөз еді. Бала шағасын тыныштандырсын. Өлетін әкелерің өліп қалды. Барып тірілтесеңдер, қолдарыңды тұрып барып тірілтіп алыңдар деді. Бірақ ашуға бермей қойыңдар, естерің жинаңдар деп, әлі жылайтын өмір алды деп бәрін басқан кісіні көріп едім. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қайтыс болғанда сахабалар, адамдар шыңғырып, бәрі естері ауып, абдырап қалды. Сол кезде санаменен діні бір бөлек, дінмен қоса санасы да өте зерек болған Абу Бәкір еді. Абу Бәкір кіріп пайғамбардың бөлмесіне көріп,
кіріп бетін ашады. Бетін ашса көзіні жауып, дүниеден өткеннің көзі жетеді, яғни қайтыс болады. Қайтыс болған. Жылап маңдайдан сүйіп сыртқа шығады. Енді өмірін арнаған кісі, сол үшін мен өлем деген кісі. Екеу болса екеудің біреу болған адам. Сол Абу Бәкір сыртқа шығып елге былай деп айтады. Мән кәне я'будуллаха Аллахул хайюл қайюм. Кімде-кім Аллаға сыйынса, Алла ешқашан өлмейді. Мән кәне я'буду Мұхаммадан. Кімде-кім Мұхаммедке сыйынса, файнаху қатмат. Мұхаммед өлді, барып көріңдер деді. Яғни, осы жерде аяттарды оқыды, барлық адам өлуші деген аятты оқыған кезде, барлық сахабалар есін жинады. Міне, бізге осы ашуды, тіпті біреу Омар сияқты сахабалар шықты. Пайғамбарды өлді деген адамдардың басын шабам, менің алдыма келсін деді. Кім пайғамбарды өлді деп айтады, басын жұлып түсірем деді. Пайғамбар өлмейді, ол бүкіл дұшпандарды құртады, дінді көтереді. Содан кейін кәпірлердің бәрін өлтіреміз. Содан кейін бар мұсылман пайғамбар өлсе өле жатамыз дегенде, Абу Бәкірдің осы аятын естіп, сабырға келіп, ашуларын тарқатады. Іште бірақ үлкен мұң қалады.